Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін серпат шубай салатын дайындаймыз. Ең алдымен керек заттарымыздың қабығын ашып, үккіштен өткізіп аламыз. Картошкамызды ыдысымызға салып, жайып, бетіне майонез жағып шығамыз. Сосын тазаланған, ұсақталып туралған селедкамызды салып, оның да бетіне майонез жағамыз. Селедкадан кейін пияз салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады, ол өз қалауларыңызда. Сосын сәбізімізді салып, оның да бетіне майонез жағып шығамыз. Менің селедкам тұзды болғандықтан мен тұз салмадым. Егер сіздердің селедкаларыңыздың тұзы аз болса, тұз салсаңыздар да болады. Сосын жұмыртқамызды саламыз, оның да бетіне майонезімізді жағамыз. Мен жұмыртқадан кейін шым тұз салып жібердім. Мен осындай шыны ыдысқа жасаймын. Бұл бізге 1-2 күнге жетеді. Сіздер өз қалауларыңызша тарелкаге жасасаңыздар да болады. Соңында қызылшамызды салып, бетіне майонез жағып шығамыз. Одан кейін тоңазытқышқа қалдырсаңыздар да болады, немесе ысына берсеңіздер де болады. Ол да өз қалауларыңызда. Жасап көріңіздер, тез, оңай әрі дәмді. Ас болсын.